Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жұмсақ болып шығатын алмалы бәліш жасаймыз, яғни алма қосылған пирог жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге керек болады 150 грамм сүт, ұн, қант, 2 жұмыртқа, сұйық май 30 грамм, 2 алма, қамыр қопсытқыш және ванилин керек. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз, бір келкетіп. Сұйық май құямыз, сүтін құямыз, тағы да араластырамыз. Ұнымызға қамыр қопсытқышты, ванилинді саламыз. Мына жерде қамыр қопсытқыш шамамен 10 граммдай бар, мен 8 граммдай қостым. 1,5 шай қасық қоссаңыздар жеткілікті. Ванилин болса шым-шым ғана қосыңыздар, көп керек емес. Ұнымды мен алдын ала електен өткізіп алдым. Біртіндеп отырып салып, жақсылап араластырамыз, арасында шүйіршіктері болмайтындай етіп. Міне осылай бөліп салып отырып, ұнды аз-аздан салып отырып араластырамыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей ұнымыздың бәрін салдық. Көп кісілер сұрап жатады, таразы жоқ болған жағдайда қалай өлшейміз деп. Мына жерде шамамен ұн 15 немесе 16 ас қасықтай қоссаңыздар болады. Мінекей осылай. Венчиктің көмегімен осылай араластырып отырамыз. Қараңыздар, қандай бір келгі әдемі масса шықты. Екі алмамызды турап алдық. Орташа етіп, өте майда, өте ірі де емес. Массамызға салып жақсылап араластырамыз. Пергамент қағазы төселген, форманың размері 20 сантиметр. Массамызды құямыз. Қараңыздар, 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Пирогымыздың дайын болғанын ағаш таяқшаның көмегімен көреміз. Міне осылай ортасына тығып көргенде, таяқшамыз құп-құрғақ болса, пирогымыз дайын. Кішкене суытып кескен дұрыс. Мінекей осылай пісіп шықты. Жұмсақ, жасалуы да оңай. Үйде бар қарапайым заттардан дайындай беруге болады. Асыққанда немесе қонақ келгенде. Міне қараңыздар. Жұмсақтығы көрініп тұр, жұмсақ.
Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Астарыңыз дәмді болсын.